Қос бөрлі Жәнібек батырдың әкесі Бердәулет жастай дүние салды да Қазбек би жиені Жәнібекті 6 жасынан бастап өз тәрбиесіне алды. Қасына ертіп жүріп тәрбиеледі. Үлкен алпауыт сыншы Қазбек би Жәнібекке 6 жасында алысса білегі бар, арбасса жүрегі бар, ұятқа толы ары бар, қайтпас жігері бар, мұқалмас азаматтығы бар деп баға берді. Ерте таныды. Бетінен қақпай, талабын тоспай, еркін шындап, қатан талаппен өсірді. Жәнібек ат жалын тартып мініп азамат болғаннан бастап оған ауыр талаптар қойды. Қиын қиырға, қызық шиырға салып шынықтырды. Сөйтіп ерлік пен бірлікке баулып отырды. Жәнібек 15 жасқа шыққан жылы Қазбек бидің қаптаған қалың жылқысының ішінен бөгенайы бөлек, тұлғасы ерек бір көк дөненге көзі түсті. Оған қызыға құмарта қарап жүрді. Бір орайы келгенде Жәнібек нағашы атасы Қазбек биден осы көк дөненді мен мініп жүрейін деп өтінді. Оған нағашы атасы риза болып мақұлдығын берді. Бірақ Қазбектің 6 ұлы Жәнібектің 6 нағашы ағасы оған көнбеді. Жәнібекті жетім деп менсінбей көк дөненнің орнына бір жаман қотыр тайды ұстап берді. Күндердің күнінде түйе табынан аралап жүрген Қазбек бидің түйешісі 6 атаның терсегі қиылып қан-жоса болып жатқанын көрді. Майданда шауып келіп 6 атаның терсегін біреу қиып кетіпті. Солай жатып арам қата ма, әлде бауыздап тастайын ба деп Қазбек биге мәлімдеді. Қыранды тұғырда ұшпай танитын, жүйрікті керменде шаптырмай танитын сұңғыла Қазбек би. 6 атаңды бауыздап таста, дейді де, мұны істеген кім екенін сұрамады түйеші деп. Жәнібек батыр қайда деп сұрады. Түйеші, анау белді асып кеткенін көргем. Қазбек би атына мініп Жәнібек кетті деген белді бетке алып жүре берді. Бір белді асса, басын құбылаға беріп, екі аяғын күн шығысқа қаратып, екі қолын екі жаққа сермеп, шалқасынан түсіп, дөң басында ұйықтап жатқан Жәнібекті көрді. Қайран қалары сол еді. Қазбек би өз көзіне өзі сенбей, қайта қадала қарады. Бұл өнім бе, түсім бе деп зерделеді. Жоқ, өнім. Мұндай да ғажап болады екен-ау деп іштей таңырқады. Қазбек биді таң қылдырған көрініс мынау еді. Жәнібек шалқасынан қорылдап ұйықтап жатыр. Екі иығында қос бөрі ойнақтап, көкке қарап ұлып тұр. Ар жағында арқан бойы жерде 6 ағасы бермей қойған көк дөнен екі аяғын көкке көтеріп сінейді. Қазбек би терең ой түйді. Жәнібектің шешесі түсінде екі бөр көріп еді. Бұл Жәнібектің киесі болды. Ауыр аяқ кезінде бөрінің еті мен жүрегіне жерік болып еді. Бұл оның көкжал мінезі болды. Ал көк дөненді менен сұрап еді. Бұл оның мінез тұлпары болды. Батыр туғанда тұлпары бірге туылады деуші еді. Бұл сөз рас болды. Ал 6 атаның терсегін қиғаны көкжал мінезіне басып, 6 ұлығына да осыны көрсеткен деген Жәнібек болды деп бірден айтқызбай-ақ білді. Қазбек би батырды айқайламай түртіп шошытпай баяу қасына барып желпіп оятты. О, батырым, тұр орныңнан, көтер басыңды. Біліп тұрып білмегенді кешпессең, білгенің қайсы? 6 ағаңның білместігін кеш. 6 атаңның терсегін қиғаның көкжал мінезіне басқаның. 6 ауыңа да осыны көрсетем дегенің болды ғой. Тұлпарың әне тұр қасында. Бүгіннен бастап сенікі ешкім таласпайды. Ақ ниетім мен бердім. Қайратыңа қайратты өтейтін, ер қарызын өтейтін, қуса жететін, қашса құтылатын, астында жүріп аритын арғымақ болсын, деп нағашы атасы Жәнібектің көңілін тауып көк бөрі мінезін жұмсартты. Иә, бұрынғы дана билер мойындаған көк бөрі мінез деген осы. Алған бетінен қайтпайтын қайсарлық, табандылық, шыдамдылық, беріктік, батырлық, бірбеткейлік деген де осы. Нағыз іргелі ірі мінез.